Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен капуста по-корейски салатымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен осындай орташа көлемдегі капустамызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң осылай 4 бұрышты етіп, яғни осы видеодағыдай етіп тураймыз. Ортасында қатты бөлігі болса алып тастаңыздар. Капустамызды турап алдық. Енді үстіне бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып 30 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Тұз барлық жеріне тиюі керек. Егер де осындай жабысып тұрған капусталар болса, онда ажыратып жіберіңіздер. Капустамыз дайын болам дегенше осындай бір үлкен көлемдегі сәбізді өткіштен өткізіп дайындап қоямыз. Біздің тұзда тұрған капустамыз дайын болды. Енді үстіне жаңағы өткіштен өткізген сәбізімізді салып жақсылап араластырамыз. Осындай түбінде шыққан суын төгіп тастаймыз. Енді капустаның үстіне қант, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Одан кейін 0,9% уксус құямыз. Және де 4-5 тісше чеснокты осылай сақтап туралған саламыз. Және үстіне табада қызып тұрған сұйық майымызды құйып, жақсылап осылай қасықпен араластырамыз. Ең соңынан осылай үлкендеу етіп туралған қиярды қосып жіберсеңіздер, салаттың дәмі өте дәмді болады. Немесе қоспасаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз бойынша. Салатымызға барлық қоспасын қосып, жақсылап араластырдық. Енді 30 минутқа холодильникке қойып алыңыздар. Немесе бірден дастарханға ұсына беруге болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Барлықтарыңызға ас болсын.